Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен хит пирогтардың бірі зебра пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт сәтті рецепттердің бірі. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Ең алдымен 4 жұмыртқамызға қантты қосып миксерлейтін боламыз. Бізде әппақ көпіршіктер пайда болғанша, яғни біздің массамыз 2 есеге ұлғаюы қажет. Одан кейін сұйық май және де сүтті қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Енді біз алдын ала електен өткізілген ұнымызды және де қопсытқышты қосатын боламыз. Мен осы ыдыстың ішіне екеуін қосып қойдым және де барлығы араласқанша кішкене венчикпен араластырамын. Енді 2 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп қосу қажет, сонда біздің пирогымыз биік болып көтеріліп шығатын болады. Және де көтерілген массамыз басылып қалмас үшін мен миксермен емес, осы венчиктің көмегімен ұнды араластырдым. Міне бізде осындай сұйық масса пайда болады. Енді осы массамызды теңдей 2 бөлікке бөліп, бір бөлігіне 2 ас қасық какао, екінші бөлігіне 2 ас қасық ұн қосамыз. Міне біз массамызды 2-ге бөліп алдық. Біреуіне ұн, екіншісіне какао қосып, барлығын бір келкі болғанша араластыратын боламыз. Біздің 2 бөлікке бөлген массамыз дайын болды. Енді осындай кольцоға немесе кез келген форма пайдалансаңыздар болады. Мен кольцо пайдаландым және де біздің массамыз сұйық болғандықтан ағып кетпес үшін астыңғы жағына фольга төседім. Бір ас қасықтан құятын боламыз кезек-кезек. Құйып шыққан массамызға енді шпажканың көмегімен немесе кез келген таяқшаның көмегімен осындай узорлар немесе басқа да өздеріңізге ұнайтын сызықтарды салып шықсаңыздар болады. Пирогымызды қызып тұрған 170 градус пеште 40-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді, өте жұмсақ, ең бастысы тез дайын болатын және де қарапайым ғана заттардан жасалатын дәмді пирогымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.